Кариб теңізінде бір бақытты отбасы яхтада тамаша демалыс өткізіп жүр. Анасы Жулия суға түсіп біраз жүзіп демалмақ болады, бірақ кенет бір түрлі нәрсені сезеді. Айналасына қараса ештеңе көрінбегендіктен оны қиялына жарып қояды. Бірнеше секундтан кейін осы сезім қайта оралады. Әлі де ештеңе көрмесе де, бұл оны алаңдатып, яхтаға қарай қайта жүзуге мәжбүр етеді. Кенеттен бірдеңе аяғынан тартып, Жулия жанашыра көмекке айқайлай бастайды. Қызы Кесси құлаққап тағып отырғандықтан анасының даусын естімейді, ал күйеуі Том мен ұлы Бен балық аулаумен әлек. Жулия судың аузына толуына байланысты қалқып тұруға қиналып, айқайлау барған сайын әлсірей береді. Ақыры Том біраздан бері Жулияны көрмегенін аңғарып, яхтаны қарап шығады да оның қатерде екенін байқайды. Балаларды қасына алып, Том яхтаны Жулия тұрған жаққа жақындатады да суға секіреді. Ол әйеліне тез жетіп, оны құшақтап, ұстап қалқып тұруға көмектеседі. Содан кейін екеуі бірге яхтаға қайта жүзіп келеді. Балалар оларды палубаға шығарып жібереді. Отбасы Жулияны жұбатады. Ол не болған әлі де түсінбей, барлығын ағысқа жабады. Түнде отбасы Беннің туған күнін сыйлықтармен тортпен атап өтеді. Осы кезде Кесси жігітінен қоңырау алып, онымен жеке сөйлесу үшін ноутбукпен сыртқа шығады. Жігіті оған қаланың үстінде алып қара бұлттардың пайда болғанын көрсетеді, бірақ бір кезде байланыс үзіліп, видео қатып қалады. Кесси отбасына айтуға жүгіріп келеді, ал Том мұны жағалаудан тым алыста болғандықтан байланыстың нашарлығынан деп түсіндіреді. Сол сәтте бір дыбыс естіліп, отбасы сыртқа шығып, қасынан өтіп бара жатқан киттер тобын көреді. Том киттердің жердің магнит өрісін бақылап жүретін, бірақ дауыл кезінде ол бұзылып, жыртқыштар бағдарынан адасып жағалауға қарай кететінін түсіндіреді. Кенеттен яхта селк етіп, Бен құлап түседі. Зақымдаған сияқты деп күдіктеніп тексеру үшін суға сүңгиді. Бірнеше секундтан кейін ол иығынан кесілген күйде қайта шығады. Жулия жарасын тігеді. Том артында әлденені сезініп, бұрылып үлгермей бинтке кесіліп қалғанын айтады. Оның айтуынша жанында жүзіп жүрген әр нәрсе өте үлкен болған, бірақ көрінбеген. Ал Том байқаған яхта қатты зақымданған, сондықтан көмек шақыру қажет. Жулия радиомен қайта-қайта байланысқа шығуға тырысады, ал Кесси телефонмен сигнал іздеп әлек, бірақ нәтиже жоқ. Кенеттен Кесси бетін бұрып қалған бір жаратылыстан шошып кетеді, бірақ ол жай ғана маска киіп алған Беннің ойыны болып шығады. Ақырында яхта мүлде істемей қалып, теңіздің ортасына тоқтап қалады. Жулия радиодан бір дауыс естігендей болады, бірақ бәрі анық емес, шуға толы. Том оларда 4 күнге жететіндей су мен азық-түлік бар екенін айтып, жөні түзу балықшы кемесі өтіп қалар деп күтуге тура келетінін түсіндіреді. Кенет радар жақында бір нәрсе бар екенін анықтайды. Сол сәтте отбасы біртүрлі дыбыс естиді. Олар сыртқа жүгіріп шығады, жерге құлап жатқан бірнеше метеоритті көріп қатты шошиды. Бұл метеорит дәл қастарындағы суға құлайды. Сондықтан Том яхтаны қайта қозғалтпақ болып, моторды мәжбүрлейді. Қозғалтқыш әрең алға жылжып жатқанда тағы бір метеорит жақын маңға құлайды. Отбасы бір-бірінен айырыла жаздап, қорқыныштан құшақтасып ұстап тұрады. Сол кезде Том жалындап құлап жатқан шарлар метеорит емес, спутниктер екенін байқайды, ал Бен яхтадан шыққан түтінді көрсетеді. Том қарап мотордың күйіп кеткенін растайды. Жел күшейе бастағандықтан отбасы ішке тығылады. Компостың жынды сияқты айналып тұрғанын байқамай да қалады. Яхта қатты шайқалып, Бен тағы да құлап жарақат алады. Толқындар яхтаға соққылап жатқанда Том желге қарсы тұрып, сырттағы қораптан құтқару жилеттерін алып отбасыға әкеп береді. Сол сәтте жарық сөніп қалады. Том дереу қуат қорабына барып, батырманы басып, жарықты қайта қосады. Сол кезде Бен Жулияның мұрны қанап тұрғанын байқайды. Жулия басы айнала бастап әлсірейді. Кесси жүгіріп барып ракинаға құсады. Том радионы қайта-қайта тексерсе де нәтиже жоқ. Кенет отбасы жоғары жиілікті шыңғыған дыбыс естиді. Жел одан сайын күшейеді. Жулия есікті жауып қалуға тырысқанмен бір люк ашылып кетеді де қаптаған жел терезелерді сындыра бастайды. Қараңғылық басар алдында Том алау жағып үлгереді. Келесі таң атқанда отбасы таңданыспен тірі қалғандарын көреді, бірақ яхтада қатты қираған. Сыртқа шыққан соң оларды одан да үлкен шок күтеді. Дүние жүзі бойынша барлық мұхиттар жоқ болып кеткен, ал яхта енді құрлықтың үстінде тұр. Отбасы шөл далаға айналған аймаққа қарап, не істеу керегін ойлана бастайды. Кесси телефонынан қайта-қайта сигнал іздейді, бірақ нәтижесіз. Ал Бен екі өлі шаянмен ойнап жүр. Том компосты тексеріп, жердің магниттік плюстері кері бағытқа ауысқанын байқайды. Соңғы рет бұл 700 000 жыл бұрын болған. Кесси жігітінің тірі қалмағанын түсінгенде күйзеліп, жылап бөлмеге тығылады, ал анасы жұбату үшін жақындағанда оны итеріп жібереді. Жулия мен Том апаттан аман қалған заттарды тексеріп жүргенде Бен туған күн шарларын тасқа байлап, басқа тірі қалғандар байқап қалар деген үмітпен аспанға көтереді. Кейін Том радионы қайта тексеріп, мынау
атты сүңгуір қайық капитанмен байланысады. Оның кемесі де құрлықта қалып қойған, ол да магнит полюстерінің ауысқанын, теңіздің шегініп материктерді басып қалғанын растайды. Нау басқа тірі қалғандарды таппағанын, көп байланыс жүйелерінің істен шыққанын айтады. Сирек болса да жүйелі қозғалыстар байқалып тұрғандықтан Нау полюстер қайта ауысады және теңіз бір апта ішінде қайтып келуі мүмкін деген қорытындыға келеді. Ол отбасыға мүмкіндігінше биік жерге көтерілуге кеңес береді, өйткені бәрі қайта өзгерген кезде жағдай өте қауіпті болады. Құлау кезінде серігі қаза тапқан, ал сүңгуір қайықта 3 адамға орын бар. Джулия мен Том балаларын құтқаруды өтініп, Науды келісуге көндіреді. Сонда Нау олар өзінің координаттарын береді. Том есептеп сүңгуір қайыққа жету үшін 2-3 күн алатынын айтады. Сондықтан отбасыға таңертең ерте жиналатындарын айтып, жақсылап тынығып алуды тапсырады. Ертеңгі күні отбасы заттарын жинап жатқанда Том жақын маңда бір нәрсенің қозғалғанын көреді. Бұл ақсаңдап келе жатқан қолдан жасалған гарпуны бар белгісіз ер адам және тоқтамай үретін иті. Том оған жақындап су бөтелкесін береді, бірақ оның тілін түсіне алмайды. Су ішіп болған соң бөтен адам Томды сол бөтелкемен ұрып, бетінен тепкілейді. Қорқып кеткен Джулия жүгіріп келеді, бірақ тым кеш. Әлгі адам Томды қаруымен ішінен қайта-қайта түйреп, содан кейін тамағын кесіп жібереді. Том бірнеше секунд дірілдеп жатып жан тапсырады. Одан кейін әлгі адам Джулияны қуалай бастайды, тіпті гарпунды лақтырып жібереді. Ол Джулияның иығын кесіп өтеді. Бірақ Джулия бәрібір яхтаға жүгіріп жетіп, балаларын тауып оларға тығылуды бұйырады. Олар есіктерді бекітіп үлгереді. Балалар диванның ішіне кіріп тығылады, ал Джулия оларға ракетница береді де өз қолына пышақ ұстап ваннаға жасырынады. Бірнеше минут бойы есікті ұрғылай берген бөтен адам ақыры оны ашып ішке бұзып кіреді. Ол тамақтарды алып яхтаны тінтуге кіріседі. Ақырында ванна бөлмесінде жақындайды. Бірақ Джулия қабырғадағы тесіктен сырғып шығып, одан қашып үлгереді. Адам сыртқа көз салғанымен Джулияны байқамайды. Бірақ Джулия жасырын кетпек болғанда ит оны көріп үре бастайды. Кенеттен ит оған секіріп жерге құлатады. Бұдан кейін Джулияның амалсыздан пышақпен итті өлтіруге тура келеді. Иттің шыңғырған даусын естіген бөтен адам сыртқа атып шығып, өлі итті көріп, күйзеліске түседі. Осы кезде Джулия яхтаның айналасын айналып өтіп, сынған терезеден қайта ішке кіру үшін төбесіне қарай өрмелейді. Өкінішке орай әлгі адам оны бірінші боп тауып алып, жұдырығымен ұрып құлатады. Джулия жиһазға жармасып, оның сүйреп әкетуіне жол бермеуге тырысады, ал арпалыс кезінде оны теуіп үлгеріп итеріп түсіреді. Сосын бөтен адам Джулияның білегіне аяғын басып пышақты түсіртіп жібереді. Ол Джулияның шашынан ұстап, бетіне дейінге соғып, кейін диванға лақтырып қылғындыра бастайды. Мұның бәрін көріп тұрған балалар шыдай алмайды. Кесте сыртқа шығып, әлгі адамға ракетница атқылайды. Яхта ішінде дереу өрт тұтанып, балалар сыртқа қашады. Бірақ Джулия қайтып кіріп, әлгі адамның бетіне тебеді, координаттарды бар картаны және сөмкелерін алып шығады. Бен мен Кесси әкелерінің денесіне жабысып жылайды. Сәлден кейін Джулия да келіп, бәрі бірге қоштасады. Дәл сол сәтте қорқынышты адам яхтадан шыға бастайды. Сондықтан отбасы қаша жөнеледі. Бірнеше секундтан кейін яхта үлкен жарылыспен жарылады. Біраз уақыт өткен соң отбасы кішкентай сарқырама жанында тоқтап демалуға шешім қабылдайды. Кесси жынды адам оларды шарларға қарап тауып келген шығар деп ойлайды. Бұл Бенді өзін кінәлі сезіндіреді. Джулия баласына оның кінәсі жоқ екенін айтып, әлгі адам әлі де олардың соңында екенін ескертіп, әрі қарай жүруді талап етеді. Кішкентай тоғанның жанында Бен балықтың өлі денесіне қызға қарайды. Сол сәтте Джулия олардың соңынан келе жатқан әлгі адамды көріп қалады. Сондықтан отбасы қайта жүгіре бастайды. Олар құм төбесінен төмен түсіп, улы қалдықтың үйіндісінен көреді. Сондықтан айналып сақтықпен жүгіруге мәжбүр. Бірнеше минуттан кейін олар қуып келе жатқан адам жоғалған сияқты көрінеді. Жолда жүріп келе жатып, олар теңіз түбінен қалған алып өлі теңіз жануарларын, түрлі қоқыстарды, пластиктерді көреді. Беннің қорқынышы баяулай бастайды. Джулия оның сусыздануға жақын екенін байқап, бәрін тоқтатуға шақырады. Қорқынышпен судың майдалап қалғанын көрген Джулия ашуланады. Кесси бөтелкені дұрыс жаппағанын түсінеді. Джулия оны салғырттығы үшін ұрсады, бірақ Кесси бәрібір тірі қалмайтынын айтып, қарсы жауап береді. Ашулы айқайға толы ұзақ жанжалдан кейін отбасы жолын жалғастырады. Ақыры олар құлаған ұшақты тауып алады. Кенеттен қозғалыстан шошиды. Бірақ бұл тек құстар екен. Олар түнді ұшақтың ішінде өткізуді шешеді. Тамақ бөлісіп отырып, Джулия Томның күртешесінен отбасының суретін тауып алып, жүрегі жараланады. Кесси ата-анасының қалай танысқанын сұрайды. Сонда Джулия Том
оның жұмыс істейтін ауруханасына келіп науқасы болғанын айтады. Ол оған гүлдер мен әдемі өлең арқылы сезімін білдірген екен. Түн ортасында Кесси сыртқа дәрет сындыруға шығады. Кенеттен артынша әлгі қорқынышты адам пайда болады. Бірақ Джулия оған бірінші болып тап беріп, ашу мен қайғыға толы жүрегімен бірнеше рет пышақтап өлтіреді. Кесси анасын құшақтап оны әрең тыныштандырады. Таңертең мәйітті шыбын-шіркей басып кеткен. Отбасы оның денесіне көптеген тістелеген іздері бар екенін байқады. Демек, бұл жерде жасырынатын қандай да бір жануар бар. Олар кеткеннен кейін адамның аузына шайындар шығып, быжнап тарай бастайды. Бірнеше сағат жүріп өткен соң Джулия мен Кесси картаға қарап тоқтағанда, Бен тыңдамай алға қарай жүре береді. Ол шарасыз күйде бетін тоғанға тығып су іше бастайды. Джулия оны тез тартып алып, бейтаныс судың қауіпті болатынын түсіндіреді. Отбасы алға жылжи береді, ал күн шөл үстін күйдіріп тұрғандықтан бастарын жауып қорғануға мәжбүр. Бен әлсірей бастаған соң олар ескі орындықтарды тауып уақытша көлеңке жасайды. Джулия оған дәрі егеді де түнді осы жерде өткізуді ұйғарады. Таң сәріде Джулия біртүрлі дыбыстан оянып кетеді. Ол баспанадан шығып, оларға қарай келе жатқан шайындардың тобын көріп шошиды. Джулия балаларын оятып, отбасы бір күшімен жүгіре бастайды. Олар алып жүк кемесіне тап болып, сонда қарай жүгіреді. 3 экипаж мүшесінің тірі екенін көреді. Әйел адам оларға көмектескісі келеді, бірақ екі еркек қарсы болып, отбасы кірмесін деп контейнерге тығылып, есігін бекітеді. Шаяндар жақындап қалғанда Джулия балаларын контейнердің төбесіне шығарады. Өзі өрмелей бастағанда шаяндар оның аяғын қыса бастайды. Балалар анасын тартып алып үлгереді. Контейнердің қапталында тесік бар екен. Шаяндардың жартысы ішке кіріп кетеді. Экипаж мүшелері оқ ата бастайды, бірақ шаян өте көп. Көп ұзамай олар 2 жұмысшыны өлтіреді. Соңғы адам контейнер шатырына тесіктен шығуға тырысқанда шаяндар оны тартып түсіріп өлтіреді. Осыдан кейін Джулия жараланған аяғын таңып, есінен танып қалады. Біраз уақыт өткен соң ол құмды дауылда оянып, өзін жалғыз қалғанын анықтайды. Ол абдырап балаларын іздеп төменге қарай жүгіре жөнеледі, бірақ ең алдымен өлген әйелдің қаруын алып үлгереді. Анасын айқайлап жүргенін естіген Кесси тез оралып келіп, өздері көмек іздеп шыққанын, бірақ ешкімді таппағанын түсіндіреді. Содан кейін олар Бенді табады. Ол дауыл басылғанша тығылып дем ала алатын ашық контейнер тауып қойған. Джулия томның ноттығын алып, жараларын күйдіріп тазалайды. Бұл өте ауыр процесс еді. Дауыл басылған соң отбасы басқа контейнерден су толы бөтелкелерді табады. Кейін олар мәйіттерді тексеріп, рация мен тапанша табады. Джулия Науға хабарласып, картаны жоғалтқанын айтады. Бұған жауап ретінде Нау өзі де шабуылға ұшыраған, оны түпсіз теңіз тереңдігінен шыққан буын тұрақтылар қудалап жүргенін айтады. Оттегінің өзгеруі оларды есінен адастырған сияқты. Нау теңіздің күткеннен ертерек қайтып келетінін есептейтін құралдар бар екенін, сондықтан олардың тек бірнеше сағат қалғанын ескертіп, асығу керектігін айтады. Ол ракетница атады, ал отбасы оның бағытына қарай жүгіреді. Ұзақ жолдан кейін отбасы сынған әжетхананы көреді, ал Бен оған кіші дәретін жасайды. Ақырында ол сүңгуір қайықты көреді, бірақ оған жету үшін үлкен жартасты өткелден өту керек. Олар жартастың арасымен жүргенде қабырғалар шайқалып, тастар құлай бастайды. Бұл алып опырылуға келеді. Джулия балаларын уақытында итеріп құтқарып, өзі де жаншылмай шегініп үлгереді. Енді олардың арасында тік жартасты қабырға тұр. Джулия балаларға онсыз кетуді айтады, бірақ Кесси бас тартқысы келмейді және анасын өрмелеп көруге көндіреді. Ұзақ айқай-шу мен пікірталастан кейін Джулия кейінірек балаларын тауып алуға уәде береді. Кесси амалсыз Бенді сүйреп алып кетеді. Олар жартастың жоғарғы жағына шығып, сүңгуір қайыққа жүгіріп барады, бірақ сыртта қансыраған Науды көреді. Ол бәрі бітті, енді балалар қайықта ала берсін дейді. Артық орын бар екенін түсінген Кесси дереу артқа анасына қарай жүгіріп кетеді. Ал Джулия жақындап келе жатқан шаяндарды көріп қорқыныштан оқ жаудыра бастайды. Ол біразын өлтіреді, бірақ олардың саны тым көп еді. Осы сәтте Кесси жартастың үстінде пайда болып қолын созады. Джулия жаралы аяғына қарамай бар күшімен өрмелей бастайды. Кессидің көмегімен ол жоғары шығып, екеуі бірге сүңгуір қайыққа қарай жүгіреді. Бен әлдеқашан төбесінде тұрып шаяндарды алаңдату үшін оқ атып жатқан еді. Шаяндар Наудың денесін тауып бірден қаптай бастайды. Джулия тапаншаны алып, балаларды ішке кіргізіп жатып, оқ жаудыра береді. Балалар қауіпсіз жерге кірген соң, оның оқ дәрісі таусылып, ол тапаншаны шаяндарға лақтырып, өзі де ішке секіреді. Отбасы люкті бері құлыптап, терезеден шаяндардың қайықты қоршап алғанын көреді. Осы сәтте теңіз қайта оралады.
Олар дереу орындарына отырып, белдіктерін тағып, қолдарын ұстасады. Дауылдай соққан толқындар сүңгуір қайықты ары-бері лақтырып, Жулияның көз алдына болған барлық оқиға қайта оралады. Ал Кесси құсып жібереді. Көп ұзамай құлақ жарарлық жоғары дабыс қайта шығады. Олар ес-түссіз қалады. Бірақ біраз уақыттан кейін Жулия мен балалар оянып, тірі қалғандарын біліп қуанады. Олар люкті ашып шыққанда толқындар сүңгуір қайықты қираған қалаға лақтырып тастағанын көреді. Бұл тіршілік етуге қайта бастауға мүмкіндік бар деген белгі еді.